Сәлем достар, мен сіздерді CapCute'дан қазір трендте болып жатқан фотолардан видео жасауды үйретемін. Бұл жерде бірнеше фотоларды алсаңыз да болады, немесе арасына видео қосуыңызға болады. Мысалы, өз фотоларыңыз болсын, немесе ас бөлмесіндегі жасап жатқан тағамдарды фотоға түсіріп, жеке-жеке осылай жасауыңызда да болады. Мен алдын айтқандай Pinterest'тен бірнеше күз мезгілі туралы фотолар скачать етіп қойғанмын. Сіздерге алдында көрсеттім қалай скачать етуді. Міне осылай скачать еттім. Видеоның керек емес жерлерін қысқартып аламыз, әдемі жерін көрінсін. Міне осылай басынан, ортасынан болсын, кез келген жерін қысқартып алуыңызға болады. Бұның барлығы алдыңғы видеода көрсеттім, қалай қысқарту керектігін барлығын. Фотоның үстін басамыз, міне. Секундын аз қоямыз, 5 секунд, 6 секунд, әртүрлі секундын, немесе әр фотоның секундтан бір түйіп қоюға да болады. Мен әрқайсысын әртүрлі қойып қойдым. Біреуіне 5 қосам, біреуіне 7 қойып қойсам, солай, біреуіне 1 сөйтіп келтіріп алдым өзім идеяма байланысты. Сіздер де солай жасауыңызға болады. Керек жерлерін ұзартып, немесе секундын азайтып қоюыңызға болады. Міне осылай бар фотомды дайындап аласыз, алдын ала ерекшелеп қысқартып. Міне дайын болды. Енді осы дайын болған видеоға анимация қоямыз. Анимацияға кіреміз. Міне әрқайсысына жеке-жеке анимация қоюыңызға да болады. Немесе бір анимация қойып қойсаңыз да болады. Міне мен де анимацияны қойып бәрін дайындап қойдым. Енді осы музыка қою үшін ішіне өзінің музыкалары бар. Қойсақ та болады, немесе извлечке кіріп музыкасын өзгертуіңізге болады. Мен CapCute'та өзінің музыкасын мысал ретінде қойып жатырмын. Сіздерге алдыңғы видеода көрсеттім музыканы қалай қою керектігін, қай жерден алу керектігін. Қосқан музыканың үстін басып тұрып, разделить деп аламыз да удалить жасаймыз. Бұл музыка мысал ретінде қойып көрсеттім. Міне осылай сохранить етіп аламыз.